Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан сол жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписать етулерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Баласын ұрған ата-аналар түрмеге тығылуы мүмкін. 16 қыркүйекте бала тәрбиесіне қатысты заңға енгізілген өзгерістер күшіне енді. Бұдан былай өз міндетін дұрыс орындамаған ата-аналар қылмыстық жауапкершілікке тартылып, 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Негізгі өзгерістер: 1000 АЕК айыппұл салынады, 600 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа тағылымдалады, қатыгездік танытқаны үшін 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылады, бірнеше балаға қатысты жасалған әрекет үшін 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Айта кетері, бұл заң тәрбиешілер менен балалармен жұмыс істейтін басқа да мекемелердің жұмыстарына қатысты. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.